Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз қиярды таза помидордың согына мариновать ететін боламыз. Ол үшін не керек? Ол үшін помидор керек, әгүршік керек. Қыздар, әгүршік мен қазір бір-ақ банка жабам. Огородтан қанша шығады? Мен күнделікті жауып отырмын. Сондықтан қазір бір-ақ банка жабатын боламын. Мынау ғана шықты, әгүршік огородтан, осыны ғана жабатын боламын. Міне әгүршік керек, помидор керек, тұз керек, қант керек, қара бұрыш керек, горошек, 9% уксус керек, чеснок керек, хрен керек, және мынау укроптың зонтигі дейді ғой, сондай зонтигі керек. Ең бірінші помидорымызды аламыздағы ет тартқыштан өткіземіз. Қыздар, бүгін ет тартқыштан өткен помидормен жасаймын. А келесі жолы мен соковыжималкадан өткізіп жасаймын. Екеуінің айырмашылығы екі бөлік. Соковыжималкада мына помидордың мынау қоюларын бөлек алып қалады, таза суына ғана. Помидордың. Ал қыздар, мына 2 килограмм помидордан 2 литр сок шығады. Көрдіңіздер ма? 2 литр сок шығады. Мінекей аударып алдым, то есть тартып алдым через мясорубка. Жалпы негізі 1 литр сокқа 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант салынатын болады. Мына жерде 2 литр болғандықтан мен қазір 2 ас қасық тұз, 4 ас қасық қант салатын болам. Осының бәрін саламыз. Так, 2 болды ма? 3 и 4. Қыздар, өте оңай. Керемет дәмді. Осыны араластырып жіберіп, мінекей газға қоямыз. Қазанға. Қайнаған кезде араластырып отырамыз, түбіге кетпесін. Постоянно араластырмайсың енді, ақырындап. Міне әбден қайнағаннан кейін бұл қайнап бастайды ғой. Содан кейін 20 минут қайнау керек. Пока әнекей сөйтіп қайнап жатқан кезде, мына жақта мына нәрсемізді дайындап алайық. Банкім мен қақпағым, қыздар, уже менің стерленген. Стерилизация жасадым уже. Ал енді қыздар, бағана мен нені ұмытып кетіппін, лавровый листі. Банкіге лавровый лист саламыз. Біреу, немесе екеу, кішкентай болса екеу, үлкен болса біреу. Зонтик саламыз, укроптың. Сосын хрен жапырағын саламыз. 2-3 не саламыз? Чеснок. Қыздар, барлығын описанияға жазам, қайсының қанша керек екені. Сосын кейін мінекей чеснок салдым ғой, енді мынау әгүршігімді сала бастадым міне. Әгүршікті саламыз. Қыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, хорошо? Міне әгүршік салынды, барлығы. Помидорымда дайын боп қалды. Дайын болғаннан кейін оған 9%-тік жаңағы нені құямын, уксусты. 2 қасық құям. Жаңа көрдіңіздер, мен қара бұрыш салдым, мынандай горошек. Ал енді суды құйған кезде ыстық суды, қыздар, бұлай болсын. Ыстық суды сразу құйып жібермеңіздер. Банкі сынып кетуі мүмкін, осылай ақырын құйыңыздар. Хорошо? Ыстық суды құйып, 5 минуттан кейін ол суды төгіп тастайтын боламыз. Ол судың бізге қажеті жоқ. Міне, қақпағын жауып қойдық, 5 минут тұрады. 5 минуттан кейін мен оны төгіп тастаймын. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетсеңіздер, көп рецептке куә бола аласыздар. Міне, мынандай өзі бір сүзгісі бар ғой, арнайы сол сүзгінің көмегімен суды төгіп тастаймын. Менің мына сок, помидордың соғы өте ыстық қазір. Жаңа айттым ғой, кішкентай қасықпен 2 қасық 9%-тік уксус құйдым. Как газды өшірдім, сразу құй жібердім. Ол түспей қалыпты. Мінекей, енді осы ыстық сокты, помидордың согын, осы банкіге құямыз. Түк қиындығы жоқ, қыздар. Но қандай дәмді. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Келесі жолы мен неден жасаймын? Через соковыжималкадан өткізіп, помидордың, таза суына помидордың, мынау соғы ғой, ол суы болады. Соны менен жасайтын боламын. Арнадан алыстамаңыздар. Пока, қыздар.